Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 7-ші сынып қазақ әдебиеті. Бөлім тақырыбы толғауы 90 қызыл тіл. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сүйінбайдың қатағанмен айтысы. Оқу мақсаттары: әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау, шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Критерий: айтыс мазмұнын түсінеді, маңыздылығын ұғынады. Шығарма эпизодтарындағы батырлар бейнесін табады. Ақын әрекетіне бүгінгі күнмен байланыстыра отырып баға береді. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан қарастырады. Сүйінбай мен қатағанның айтысы. Балалар, сіздерге мынандай тапсырма беріледі. Яғни, Сүйінбай мен қатаған айтысынан үзінді тыңдау. Берілген сілтеме бойынша үзіндіні тыңдайсыздар. Ассалаумағалейкум, сәлем берді. Мүбәрәк, жүздеріңді жаңа көрдік. Атақтас жиынды құттықтауға бауырлас қырғыз елі саған келді. Жүйріктер жеткізбейді қою шаңға, қосылар қырағылар қашананға. Хан Жантай Қарабәйтік әтекеңе, келіп ем сәлем десе Орман ханға. Ендеше сол тапсырма бойынша бір айналым сөйлесу әдісі бойынша айтыс туралы өз ойларыңды бір сөйлеммен жеткізіңдер. Дискриптор алдыларында. Ендеше соған ықтимал жауап. Қазақтың бар баласы айтатын бұл айтыстың мақсаты елімізді, жұртымызды бірлікке шақыру. Қанекей өздеріңіздің жауаптарыңызды тексеріп көрсеңіздер болады. Екінші тапсырма. Айтыста Сүйінбай қазақ халқының батырлығын, бірлігін қалай сипаттайды? Ақынның отты сөздерінен айтыстан үзінділер тауып жазыңыздар. Ендеше, балалар, ықтимал жауап. Сұраншы сауырық атанса, сыртқы жауға өлім бар. Қарасай үлкен ер еді, есімі елге белгілі. Шапырашты батыр ел, батыр туған мен едім. Есқожа деген батыр ел, көсе көме көктеген. Қалың жатқан ошақты атамыз қойған осатты, талай елді олжалап, талай жерді босатты. Үшінші тапсырма. Өз ой пікіріңізді келтіре отырып, ақын әрекетін болжап баға беріңіз. Егер Сүйінбай қазіргі заман айтысына қатысқан болса, қандай мәселелерді тілге тиек еткен болар еді? Қазақтар туралы не айтқан болар еді деп ойлайсыңдар? Дискриптор алдыларында. Ендеше балалар, бекіту тапсырмасы. Семантикалық картаның Сүйінбай мен қатаған айтысынан алған мәліметтеріңіз бойынша толтырыңыздар. Сүйінбай және қатаған. Халқының ерлігін, дархандығын танытқан ақын. Айтыста кім жеңді? Арыстанбай деп халқы қай ақынды бағалаған? Ел жұртты бірлікке шақырған қай ақын? Көптігімді де айтайын, күніне шауып жараған, жүйрік жалын тараған, қара бәйтік бегім бар. Кімнің сөзі? Ендеше, жазған жауаптарыңызды тексереміз. Яғни өзіңді тексеру. Балалар, өз жауабыңызды тексеріп болсақ, енді бүгінгі сабағымыздың соңына да жеттік. Ендеше кері байланыс береміз. Бүгінгі сабақта маған қызықты болды. Маған қиындық туғызды және менің көңіл күйім. Ендеше осы кері байланысты жазамыз.